Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі мен сізге ұсынғым келіп отырған рецепт қамыр илемей осындай лаваштан жасалған сырный лаваш. Өте дәмді, нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Сізге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, енді бізге осы сырный лаваш жасау үшін осындай қатты ірімшік қажет болады. Бұл менің өзімнің қолымнан жасаған ірімшігім. Егер де рецепт керек болып жатса, осы видеоның үстіне ссылкасын қалдырамын, содан өтіп көрсеңіздер болады. Өте жылдам 15 минутта дайын болатын, дәмі керемет болып шығатын сырдың рецептісі. Енді осы сырдың барлығын күштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Және де егер де үйлеріңізде болып жатса, осындай шұжықтың кішкентай бөлігін осы күштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Егер де болмаса, қоспай қойсаңыздар болады. Тек қана ірімшікпен жасаңыздар да өте нәзік болып шығады. Міне осылай барлығын өткізіп алдық. Енді лаваштың осындай бізге 2 жапырағы қажет болады. Менде сопақша түрі, егер де үлкен 4 бұрышты түрі болса да қолданамысыңыздар болады. Келесі кезекте барлық осы сырлардың жартысын осы лаваштың үстіне жайып шығамыз. Қалған бөлігін екіншісіне жаятын боламыз. Сырымызды жайып болғаннан кейін шұжықтың жарты бөлігін осы сырдың бетіне жаямыз. Осылай бір қабатын жайып болғаннан кейін екінші лавашты алып, қалған сыр мен шұжығымызды бетіне жайып тегістеп шығамыз. Бұл рецепті достар, егер де пиццаның орнына жасасаңыздар да сіздердің балаларыңызға өте ұнайды деген сенімдемін. Дәмінде сөз жоқ, жасап көріңіздер. Достар, сіздерге мен бүгінгі жасап жатқан рецептім ұнап жатса, осы видеоның ссылкасын достарыңызбен бөлісіп, менің каналымды қолдап жіберсеңіздер, өте қуанышты боламын. Ары қарай дамытуға үлестеріңізді қосып жіберсеңіздер болады. Және де астына лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Достар, енді осы рулетті осындай бір келкі бірдей қылып барлығын бөліп шығамыз. Рулетті турай бастаған кезде духовкаларыңызды қыздырып қойсаңыздар болады. 180 градусқа 25 минутқа қойсаңыздар өте әдемі болып піседі. Міне осындай ортаңғы бөліктері осылай әдемі болып шығады. Міне достар, барлығын турап бөліп алдым. Енді 3 жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Тұз ешнәрсе қоспайсыздар. Жай ғана жұмыртқаға осылай жақсылап тұрып, екі жағынан, барлық жағынан малып, бүкіл рулеттерімізді, бөліктерін барлығын осылай малып, противенға салып дайындап аламыз. Бұл жұмыртқаға малған себебіміз, біздің рулеттеріміз бірігіп әдемі болып осылай піседі. Сондықтан да барлығын осылай жұмыртқаға матыруды ұмытпаңыздар. Міне соңғы бөліктерін жұмыртқаға аунатып жатырмын. Міне менікі дайын. Енді үстіне қалауларыңыз бойынша күнжіт себіңіздер, болмаса жай ғана өзін пісіре берсеңіздер болады. Енді духовкамызға салып пісіреміз. Достар, міне менің рулеттерім дайын болды. Өте әдемі, нәзік, осындай ыстық күйінде жесеңіздер, дәмінде сөз жоқ. Жасап көріңіздер осылай. Сіздерге отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Ұнап жатса, астына комментарийға ойларыңызды қалдырып, немесе жай ғана смайликтерді қалдырсаңыздар, менің каналымды ары қарай дамытуға үлестеріңізді қосасыздар. Және де достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Келесі видеоға кездескенше достар, сау болыңыздар.